Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Сіздерді тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Мереке баршамызға құтты болсын. Қазір сіздермен математика пәнін бастаймыз. Тақырыбы шамалар. Менің өлкемнің табиғаты. Біз осы уақытқа дейін балалар тәулік ұғымымен таныс болдық. Тәулікке минут, сағат, ай, күн, апта, жыл, ғасыр тағы басқа жатады. Ол деп осы балалар бірінші тапсырмадағы суретке қараймыз. Тәулік ретімен орналастырамыз. Бірінші суретте қандай тәулікті, қандай уақытты көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар, бұл таңғы уақыт. Екінші суретте ше? Бұл күндіз, ал үшінші суретте кеш, төртінші суретте түн. Яғни балалар таң 6:00-де басталады. Күндіз 13:00, кешкі уақыт 20:00, ал түнгі уақыт, яғни түнгі 12:00-де айтамыз. Олай болса, оқушылар екінші тапсырмаға қараймыз. Дұрыс мәнін таңда. Бізге оқулықта өрнектер берілген, біз соны сағат тілдеріне қарай суреттермен орналастырамыз. Мысалы, біріншісі асында 8-ден 15 минут кетті, немесе 8 сағат 15 минут. Бұл оқулықтағы екінші суретке тең. Екіншісі әсі 1,5 немесе 1 сағат 30 минут. Бұл оқулықтағы бірінші сурет, дұрыс айтасыздар. Үшіншісі 8 сағат 45 минут немесе 15 минутсыз 9. Бұл төртінші сурет. Ең соңғысы 10 сағат 15 минут немесе 10-нан 15 минут кетті. Бұл үшінші сурет. Дұрыс айтасыздар балалар, жарайсыңыздар. Сабақты жалғастырамыз. Үшінші тапсырмада өлшем бірліктеріне өрнекте. 1 сағат 30 минут, 90 минут, 1 сағат 10 минут, 70 минут. Яғни 1 сағаттың ішінде 60 минут бар балалар. 1 метр 3 дециметр, 1 метрдің ішінде 10 дециметр бар. Біз соған 3 дециметрді қосамыз. Демек 13 дециметр. Ең соңғысы 1 центнерде 100 килограмм бар. Келесі әсінде уақытты анықтаймыз. Міне суреттер көрсеткен балалар бізде. Бірінші суретте 6 сағат 45 минут немесе 15 минутсыз 7. Екінші суретте сағат тілдеріне қараймыз, кішкентай тіл, үлкен тіліне. 5 сағат 50 минут, яғни тілінің кішкентай 5-те тұр, үлкені 10-да тұр. Бұл демек 5 сағат 50 минут немесе 10 минутсыз 6. Үшінші суретте сағат тілдері қалай орналасқан? Үлкені 2-де, кішкентай тілі 3-те орналасқан. Демек 3 сағат 10 минут немесе 3-тен 10 минут кетті. Балалар сағаттың үлкен тіліне қарағанда әр 5 минут қосып отырамыз. Сағат үлкен тілі 1-де тұрса, бұл 5 минут кетті деген сөз. 3-те тұрса 15 минут кетті деген сөз. 4-те тұрса 20 минут кетті деген сөз. Сабақты жалғастырайық. Бізде балалар қысқаша шарты берілген. Біз енді есеп құрастыруымыз керек, сосын оның шешуі мен жауабын табуымыз керек. Бізге міне қысқаша шарты берілген, енді есеп құрастырайық. Таңертең барлығы 25 көгершін және 32 торғай болды. 10 минуттан соң 15 құс ұшып кетті. Қанша құс қалды? Барлығын қосып 15-ті азайтамыз. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды.